Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасет және достар. Менің бүгінгі видеом челленджбен сәйкес болмақ. Яғни мен бүгінгі видеода Қазақстанда жасалған өнімдермен тамақтанатын боламын. Яғни біздің алып жатқан тағамымызда Қазақстанда шыққанын, құрамында не бар, соның барлығы біз осы видеода айтатын боламыз. Яғни біздің алып жатқан тағамдарымыз Қазақстаннан шығу керек. Сондықтан да мен жалпы Қазақстанға байланысты бүкіл заттарды осы видеоға біріктірген болатынмын. Яғни менің артында бүкіл дүниежүзілік саяси карта тұр. Бұл жақта бүкіл елдің орналасқан жерлері тұр, бірақ мен бұл жерде тек қана осы Қазақстан үшін осы картаны артыма орналастырған болатынмын. Және де футболка ретінде мен өте көп футболкалардың барлығын іздеген болатынмын. Осы футболкамда Қазақстанның логотипі тұр, сондықтан да мен осы футболканы киген болатынмын. Ал менің қазіргі тағамдарымда осындай қызы атты Қазақстанның логотипі болу керек. Сол кезде бұл бізде челленджімізге таптырмайтын зат болады. Сондықтан да видеоны бастаймыз. Менен видео, сіздерден қолдау. Ал ендеше мен видеомды бастаймын. Кеттік. Достар, мен осылай орналасып алдым. Енді сіздерге қазір Қазақстан атты логотипімізге арналған тағамдарды сіздерге көрсететін боламын. Мінекей достар, менде Қазақстанның жалпы логотипі бар тағамдарымыз. Айтқандай логотипті заттардың барлығын алдым дедім. Сондықтан да біздің осы тағамдарымыздың барлығында Қазақстанның логотипі бар деп айтпай қояйын. Бірақ менде бір күдіктер бар. Бір-екі тағамдарда ондай сөздер жоқ, ондай сурет, логотиптер жоқ. Сондықтан да қазір бірге талқылайтын боламыз ол затты. Ал ендеше мен сіздерге біртіндеп осы заттарымды таныстырып өтейін. Менде осындай кішігірім ту бар. Және де оны осы жаққа тіреп қойдым. Одан кейін бізде осындай Қазақстан шоколады. Да ладно, енді бітіп қалғанда ше, но сіздің қараңыздар, мен тастаған жоқпын. Ладно, ол жерде тұра тұрсын. Ал мен сіздерге қазір Қазақстан шыққан өнімдердің барлығын біртіндеп көрсететін боламын. Ең алдымен менің ең бірінші көзге түскен затым осындай палочка. Қараңыздар, бізде уже логотип тұр, бізде Қазақстанның. Сол үшін мен ойламастан осыны бірінші алдым. Және де қараңыздар, өте әдемі көрініп тұр. Осындай керечки. Негізі керечкиді мен Қазақстанда шығады деп ойлаған жоқпын. Бірақ артындағы құрамын оқып отырған жерінен нақты көрініп тұрмам. В общем, қызы деген сөзі оқып қалды. Бұл бізде қазыдан жасалған екен. Казинак. Бұл тоже артында Қазақстанда шығарған деген логотип тұр. Басында көрініп тұр ма? Бізде осындай репка. Репканың артында осындай логотип тұр. Сондықтан да осыны тоже алдым. Одан Шокопай. Шокопайда бізде логотипті қақтын тауып едім мен бұда. Таптым. Шекет жағында қызы деп жазып тұр мына жақтарда. Сондықтан да мен осы Шокопайды тоже алдым. Зизиді ойше ойламаппын, негізінде Қазақстанда жасалған деп. Но бізде осындай логотип тұр. Сондықтан да бізде бұл Зизи тоже Қазақстандық өнім деп ойлаймын. Одан кейін негізінаны біз үйге ала салғанбыз. Бірақ бұл бізде Қазақстанда жасалмаған. Сондықтан да бұл бізде болмайды. Одан кейінгі сіздерге айтқан нәрсем, мен ойланып тұрмын, мынау точно Қазақстанда жасалмаған. Или нет. Тассай, білмеймін, Қазақстанда жасалған ба. Қазақстан Республикасы деп жазып қойған екен. Қазақстандық
өнімге жатады деп ойлаймын, менің жеке ойым. Папайдан бастағым келіп тұр. Өте күшті. 10-нан 8 берем. Сай. Мен таза Қазақстанда жасалған осындай палочканы ашқым келіп тұр. Мен бұған 10-нан 10 берем. Зинак ашқым келіп тұр. Прям казняктамы күшті. Прям дәмі өте күшті, бірақ 10-нан 8 беремін. Өйткені прям тіске жабысып, артына жаман ауыртады. Мен бұған 10-нан 8 берем. Келешке ашқым келіп тұр. Қазын жасалғандықтан мен бұған 10-нан 9 берем. Дәмі өте күшті. Біздің соңғы өніміміз осындай зизе сағыз. Плюс тату бар. Тату дегенде наклейка қапты. Қайын қақыр жабыстырсам болады. Мынаған жабыстырсайға қолға жабыстыратын жағдай жоқ. Вот осы жерге жабыстырамыз. Tanıdınızlar mı? Ben tanımayım yapıyorum. Bakın. Комментарийға жазып кетіңіздер, қай герой, қай мультфильмда. Мен бүкіл комментарийді оқитын боламын. Если комментарий ашық болатын болса. Вот осындай бізде бір герой. Последний осындай су. Қазақстаннан шыққан су. Достар, сіздермен болған мен Қасиет. Менің бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай сіздерге челлендждер ұнайтын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мені қолдап, маған тіркеліп, видеоға лайк басып, және де осы видеоны өз достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Арнамда әлде осындай өте көп челлендждер, влогтар өте көп болады. Қазақстандық өнімдер бұдан да көп. Менің жалпы тапқаным осылар болды. Егерде екінші час керек болса, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Ендеше сіздермен бірге мен Қасиет. Келесі видеода көріскенше. Пока-пока.